Табиғи газ қоры бойынша Қазақстан әлемде 22-ші орын алады. Жыл сайын ел ішінде көгілдір отын пайдаланатын елді мекендер саны артып келеді. Алайда шәйнегіңізді қайнатқанша газ қаншама шақырым құбыр жолын артқа тастап, жаңа өндіру технологиясымен тазалап, өңдеуден өтеді. Тәжірибелі мұнайшы бәрі кен орындағы құрал жабдық пен дәл есепке байланысты екенін бірден айтады. Қауіпсіздік пен өнім сапасы да. Өйткені үй жылытып, Қазақстандағы газ кәмпіркелерін жағуға мүмкіндік беретін маңызды шикізат қорын алу үшін өте үлкен қондырғылар орнатылады. Ас үйдегі оттықты жағарда табиғи газды адамдар отын ретінде пайдалануды қашан бастаған ешкім ойламайды. Бұл оқиға мыңдаған жылдармен есептеледі. Біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда Қытайда баспананы түтінсіз көгілдір отынның көмегімен жылытып жарық қылған. Батыс Қазақстан облысы. Оралдан 40 шақырым жерде Чинарев сұйық газ кен орны бар. Мұнда көмірсутек шикізаты 26 жыл бұрын табылды. Осы уақыт ішінде өндіру көлемі өсіп, жаңа құрал жабдық қажеттігі туды. Таяуда Чинарева кен орнында газ дайындайтын жаңа қондырғы іске қосылады. Установка комплексной подготовки газа номер 3 мы его называем. У нас уже первая и вторая часть этой установки работает. Газ дайындауға арналған үшінші кешенді қондырғы. Бұл қондырғының бірінші және екінші бөлігі жұмыс істейді. Қондырға кен орны қойнауынан өндірілген көмірсутек шикізаты осында түсіп, толық бөлу мен тазалау кешенін өткізуге есептелген. Қондырғыдан тауарлы өнім, табиғи газ, конденсат, сұйытылған көмірсутек газы және күкірт шығады. Или как называем жиженый нефтяной газ. Сера. Қазіргі соңғы өнімді тұтынушыларға жеткізу үшін құрылыс нысаны қарқынды жүргізілуде. Бәрі сапалы инжиниринг пен жабдықтауға байланысты. Басқаша айтқанда, мұндай үлкен зауытты тұрғызбас бұрын алдымен оның суретін салу керек. Батыс Қазақстандағы соншалықты үлкен жобаны жүзеге асырумен Камал Ойл компаниясы айналысады. Как только возникает идея о том, что тот или иной проект должен реализоваться, получается, мы можем вступить и завершить. Белгілі бір жобаны жүзеге асыру туралы ой туса, біз іске кірісіп, толық бітіріп бере аламыз. Яғни толық қызмет кешенін көрсетеміз. Инжиниринг, сатып алулар, жабдықтаушыларды тексеру, құрылысты басқару және жобаны пайдалануға беру. Бұның бәрін біздің қызметкерлеріміз және IT технология сарапшылары дайындаған бағдарлама басқарады. В сфере IT-технологий. Үлкен зауыт құрылысы компьютермен бірнеше жобалаушы жұмыс істейтін шағын бөлімде басталады. Арнайы бағдарламамен қондырғының барлық бөлшектерінің 3D моделі жасалады. Тіпті ең кішкентай елеусіз детальдарына дейін. Еңбекті көп қажет ететін жұмыс ұзақ уақыт алады, 2 жылға дейін. Әрбір конструктор әртүрлі бағдарламада болашақ зауыттың тек өзіне тиесілі бөлігін ғана салады. Скачиваем нужные нам чертежи, с этими чертежами мы работаем. Моя обязанность, то есть входит те чертежи. Қажетті сызбаларды көшіріп алып, солармен жұмыс істейміз. Менің міндетім металл конструкторларына қатысты сызбалармен жұмыс істеу. 3D үлгісін жасаймын. Эти объекты моделирую на 3D. Жеңіс металл конструкцияларының үлгісін бітірген соң, іске әріптесі кіріседі. Моя работа заключается в объединении разработанных. Менің жұмысым компания инженерлері дайындаған барлық үлгілерді ортақ бір үлгіге біріктіру.
Оған тек зауыт үлгісі ғана емес, сұйық сақтайтын қойма да кіреді. Көріп тұрсыз ғой, үлгі өте тез айналады. Және онда іздеу жолдарының қақтығысы туып, әртүрлі қателіктер шығуы мүмкін. Столкновений и всевозможных ошибок. Тәнтеуірді бірнеше рет бассаңыз экранда зауыт көрінісі пайда болады. Тура алақанда тұрғандай. Бір жылдан кейін ол осындай болады. Әзірге жобалаушылар компьютерлік үлгіге соңғы бөлшектерді қосуда. Айта кетер жайт, ол қондырғы құрылысын әлде қайта жеңілдетеді. Бастырманы бір бассаңыз болды, арнайы терезеден кез келген бөлшек туралы қажетті мәлімет шығады. Сызбадан бастап техникалық параметрлеріне дейін. Сол үшін арнайы Хапко бағдарламасы жасалды. Елімізде мұндай бағдарлама еш жерде жоқ. Он берет любую 3D-модель, берет наименование модели, Element Finder, вбивает в хапку. Ол кез келген үжді үлгісін алып, үлгі атауын Finder элементін хапкаға енгізеді. Онда сызбаның толық тізімі, төлқұжаттар мен сертификаттар сақталған. Сізге кабинеттерге жүгіріп ештеңе іздеудің қажеті жоқ. Бәрі бір жерде. Телефоннан, ноутбуктан немесе планшеттен бәрін көруіңізге болады. Яғни сіз кез келген нүктеге келіп, үжді үлгіде қалаған нәрсеңізді оқып көре аласыз. Далее это программное обеспечение передается заказчику, который... Ары қарай бұл бағдарлама тапсырыс берушіге беріледі. Қондырғыны іске қосу арқылы ол жобаны жүзеге асырудың кез келген сатысында барлық ақпаратқа қол жеткізе алады. Конструкция құрылысы мұқият бақылаумен жүргізіледі. Газ дайындауға арналған Чинарев қондырғысына әкелінген әрбір құрал жабдық дайындаушы зауытта кәсіби тексеруден өтеді. Инженерлер күтпеген жағдайларға тап болмау үшін әрбір ұсақ түйекті тексеруден өткізеді. Қондырғыны нысанға орнату тек содан соң ғана жүргізіледі. Айта кетейік, мұнда сұйытылған газды тазартудың жаңа технологиясы қолданылады. Құрылыс жұмысы 2013 жылдың соңында басталды. Қазір жұмыстың 70% орындалды. 2018 жылы зауыт толық қуатпен жұмыс істеп, газ бен конденсатты экспорттау көлемі бірнеше есе ұлғаяды. Өз кезегінде жаңа технологияларды пайдалану маңызды рөл атқарып, жұмысты әлде қайда жеңілдетеді. Наша цель – это полное импортозамещение в сфере high technologies, то есть в сфере высоких технологий, для всех недропользователей. Біздің мақсатымыз Қазақстанда жұмыс істейтін барлық жер қойнауын пайдаланушылар үшін жоғары технологиялар саласында толық импорт алмастыруға қол жеткізу. Яғни бұл Қарашығанақ кен орны, теңізбен қашаған жобасы. Неге? Өйткені біз қазақстандық компания бола тұра халықаралық сапа талаптарына сай жұмыс істейміз. Біздің қызметкерлеріміз әлемдегі жетекші өндіріс орындарында оқып үйренген кәсіби мамандар. Сондай-ақ біз барлық қазақстандық компаниялар сияқты сапа мен баға сегментінде де тиімді баланс сақтауға тырысамыз. Басынан бастап аяғына дейін, яғни идеядан толық пайдалануға берілгенше. Енді Қазақстанда жасалған өнім шығару арқылы отандық компаниялар, шетелдік компаниялармен жобаны басқару, инжиниринг және инновациялық технологиялар саласында бәсекелестікке түсе алады.